Сәлеметсіңдер ме? Сабақтың тақырыбы еңбекқор құмырсқа. Сабақта сен сұрақтар мен жауаптарды талқылауды, рөлге бөліп оқуды үйренесің. Бақыт деген осы шаттық шеңбері, қол ұстасып тұрайықшы кел бері. Бақыт деген көрмей қалса сағынып, мені іздейтін адал жүрек сендегі. Олай болса бір-бірімізге жақсы сөздер айту арқылы көңіл күйімізді көтерейік. Бақыт. Осы сөзді бір-бірімізге айту арқылы сабағымызды бастайық. Нұрлы ақыл. Әрине, барлық оқушыларға ақыл керек. Шаттық сезімін бір-бірімізге тілейікші. Осы шаттық шеңбері арқылы бір-бірімізге көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Шаттық шеңбері арқылы көңіл күйіміз көтерілді деп ойлаймын. Келесі сабағымызды жалғастырайық. Жаңа сөздермен танысайық. Еңбекқор, жәндік, үйлеу, қор. Осы сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Еңбекқор, үйлеу, қор, жәндіктер. Жаңа сөздермен сөйлемдер құрастырамыз. Менің әкем еңбекқор. Мынау құмырсқа. Құмырсқа ақылды жәндік. Құмырсқа үйлеу жасады. Құмырсқа қор жинады. Бірінші тапсырма. Сыныптасыңмен сұрақтарды талқыла. Сен құмырсқаны көрдің бе? Ол қандай болады? Денесі, түсі, түрі қандай? Осы сұрақтар төңірегінде өзіңнің көршіңмен әңгімелес. Сұрақтарды талқылап болғаннан кейін өз ойымызды ортаға шығып айтамыз. Келесі кезекте тыңдалым. 6-шы сабақ. Еңбекқор құмырсқа. 2-ші тапсырма. Тыңда. Құмырсқаны сипаттап айт. Құмырсқа еңбекқор, ақылды жәндік. Құмырсқаның үйі жердің астында болады. Оны илеу деп атайды. Құмырсқаның басы үлкен, денесі жіңішке. Ол жапырақ, дән жинайды. Құмырсқа азығын илеуде сақтайды. Оқушылар, тыңдаған мәтін бойынша сұрақтардың жауабы осы кітаптарда бар ма, жоқ па? Соны көрейік. Сұрақтар. Құмырсқаның үйі қай жерде? Құмырсқа қандай? Ол не жинайды? Құмырсқаның үйі жердің астында болады. Дұрыс. 2-ші кітапта ашып көрейікші. Ол жапырақ дән жинайды. Тамаша. 3-ші кітапта ашып көрейік. Құмырсқа еңбекқор, ақылды. Бұл сұрақтардың бәрі дұрыс па? Жарайсыңдар. Сұрақтардың бәріне дұрыс жауап алдық. Оқушылар, осы мәтінді рөлге бөліп оқиық. Және сұраққа жауап береміз. Еңбекқор 2 құмырсқа болыпты. Олар қысқа азық жинамақ болады. Бірінші құмырсқа.
Бірінші менің үйіме қор жинап алайық, дейді. Екінші құмырсқа, жарайды, деп келіседі. Азық жинап болған соң, екінші құмырсқа, енді менің үйіме жинайық, дейді. Бірақ екінші құмырсқа аяғын ауыртып алады. Бірінші құмырсқа досының үйіне азық жинап береді. Құмырсқа адал досына рахмет айтады. Сұрақ, сен құмырсқадан не үйрендің? Кәне балалар, ойланып көрейікші. Осы жағдайда біз қандай үлгі аламыз? Жарайсыңдар. Досына деген жанашырлық және адалдық. Тамаша, сіздер де солай жауап берді деген ойдамын. Сабақтың соңында үй жұмысы, 4-ші тапсырма. Сөздердің қатесін тауып жаз. Сабағымызды қорытындылай келе, микрофон әдісі арқылы өз ойымызбен бөлісейік. Сабақтан қандай әсер алдың? Сабақта өзіңе не ұнады? Ал балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.